Қайырлы күн достар, бүгін осындай тез әрі оңай жасалатын торт жасаймыз. Ол үшін бізге маргарин немесе ақ май, ұн қопсытқыш, жұмыртқа, сүт, қант және қойытылған сүт қажет болады. Барлығын қосып араластырып, қамыр илейміз. Барлық қосылатын қоспалардың мөлшерін описаниесінде қалдырып қойдым. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді теркадан оны оңай өткізу үшін осындай бөліктерге бөліп алдым. Кейін мұздатқышқа қатқанша қоямыз. Қамырымыз қатты. Енді оны теркадан өткіземіз. Духовкаға піскенше қоямыз. Тортымыздың үстіне құятын қоспамызды ерітіп аламыз. Енді печеньеміздің үстіне құйып, жақсылап араластырып, қалағаныңыздай форма жасауға болады. Баршамызға ас болсын.